Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабының 109-шы бетін талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналға тіркелгендерге ғана видеолар көрінетін болады. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада Look at the table and complete the rules дейді. Яғни, мына тақтаға қара және де ережені толықтыр дейді. Жалпы past simple'ды апайларын түсіндірді деп ойлаймын. Егер түсінбей қалсадар, басып видеоның соңына дейін көріңдер, соңында тағы да бір түсіндіретін боламын. Сонымен бірінші жаттығуда былай айтады. Мына ережені толықтыр. We form question in the past with verb did. Яғни біз сұрақты didпен қоямыз дейді, plus verb. We form negative in the past with didn't. Яғни болымсыз түрді didn'тпен құрамыз дейміз. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада саған былай айтады. Complete the questions and the answers. Яғни мына сұрақтарды және жауаптарды толықтыр дейді. Бастадық. Бірде бізде did болады. Did your teacher ask you to write a poem? Сенің ұстазың сенен өлең жазуды сұрады ма дейді. Yes, he did. Did you do your homework yesterday? Сен кеше үй тапсырмасын орындадың ба? No, I didn't. Жоқ, мен орындамадым. Үште, did he answer the question? Ол сұраққа жауап берді ма? No, he didn't. Жоқ, ол жауап бермеді. Төртте, did she read any books last week? Ол өткен аптада қандай да бір кітаптарды оқыды ма? Yes, she did. Я ол оқыды. Бесте, did you enjoy reading Oliver Twist? Сен саған Оливер Твистті оқыған ұнады ма? Yes, I did. Алтыда, what time did you get home yesterday? Сен сағат қаншада үйіңе бардың кеше дейді. I got home at 4:30. Мен үйде болдым 4:30-да дейді. Жетіде, where did he go last week? Өткен аптада ол қайда барды? Өткен демалыста ол қайда барды? He went to the cinema. Ол кинотеатрға барды. 8. Who did you meet yesterday? Кеше сен кімді көрдің? I met my sister. Мен әпкемді көрдім дейді. Сонымен үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған былай айтады. Order the question to make questions. Then ask your partner and answer the question. Яғни, мына сұрақтарды дұрыс ретпен орналастыр және де досыңнан сұра дейді. Бастап көрейік. What did you do yesterday? Сен кеше не істедің? Екінші сұрақ. How did you get to school today? Сен бүгін мектепке қалай келдің? Where did you go yesterday? Сен кеше қайда бардың? What time did you get up this morning? Сен бүгін таңда қаншада ояндың? 5. Where did you have your lunch yesterday? Кеше сен қай жерде түскі іштің? Who did you talk yesterday? Кіммен сен кеше сөйлестің дейді. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді төртінші тапсырмаға келдік. Төртінші тапсырмада саған былай айтады. Write the sentence about your studies. Яғни өзіңнің өткен аптада оқыған туралы немесе іс-әрекеттерің туралы айт дейді. Мына сөйлемдерді қолдан дейді. Мен саған 3 сөйлем жасап бердім. I did my homework. Мен үй тапсырмасын жасадым. I didn't read a poem. Мен өлең оқымадым. I didn't play any video games. Мен ешқандай да видео ойнаған жоқпын. Видео ойындар ойнаған жоқпын. I read a story. Мен яғни мен оқиға оқыдым. I wrote a story. I played football. Мен оқиға жаздым және де футболды ойнадым деп мен қысқаша өтінішті тапсырманы саған орындап бердім. Енді мен саған мына past simple'дың ережесін айтқанымдай түсіндіріп кетейін. Оп-оңай негізі түсініп алсаң, сонымен қараймыз. Бізде бірінші subject не екенін білуіміз керек. Ол бізде зат есім. Бізде 7 зат есім бар. Міне I, you, she, he, they, we, it деген. Енді осы формула жасайтын кезде бірінші үнемі бізде subject болады. Одан кейін verb-тің екінші формасы және ed немесе ed болады. Оны біз мына сабақтарда мына жерде өткен болатынбыз, иә. Яғни бірінші үнемі subject тұрады, одан кейін she етістік тұрған. Мысалға, she бізде subject, play бізде verb, иә. She verb ed формасында. She played, ол ойнады. Ал болымсыз түрі мүлдем оңай. Ол болымсыз түрі мынаған қараймыз да. Мысалға, мына subject'ым тұр, didn't тұр, мына didn't тұр, және verb-тің бірінші формасына қайта түседі. Яғни бастапқы формасында. Мысалға, ешқандай мына жерде ed деген жалғау жоқ, иә. Play, she didn't play болды. Сұрақ қойған кезде жай ғана мына did алдына шығып кетеді. Did subject'ің алдына шығады. Міне did'ым тұр,
есімдік зат есімім тұр, play тұр. Айта кететін нәрсе, мына жерде идея немесе verb 2 болмайды, иә, сұрақта. Тек қана бізде verb 2 мына болымды болған кезде ғана болады. Жауап бергенде міне yes subject дейді, no subject didn't, yes she did, no she didn't. Жалпы саған осы ережені түсіріп алуды сұраймын, себебі саған бұл керек болады. Міне қарап ал, subject'тің не екенін, verb-тің не екенін сен түсіндің. Осыны түсіріп ал, және де каналға тіркеліп, лайк басып, рахмет деп жазуды ұмытып кетпе. Егер де саған мына тапсырмадағы жауаптар керек болса, комментарийға жауап деп жаз, мен саған осы 3-ші тапсырманың жауабын жіберетін боламын. Бай-бай.